Атырауда жоғалған отбасы. Ақбаянға қатысты сұмдық дерек шықты. Атырау облысында ата-енесін өлтірді деген күдікпен Индонезияда ұсталған Сұлтан Сәрсенәлиев пен Ақбаян Мұханғалиеваның тағы бір суреті жарияланды. Бұл туралы Демократ.kz сайты ертеңмедиа.kz-ге сілтеме жасап хабарлайды. Суретте қолы кісенделген Сұлтан Сәрсенәлиев пен қасында отырған әйелі Ақбаян Мұханғалиева анық көрінеді. Мұханғалиеваның қолында кісен жоқ. Ерлі зайыптылардың артында тұрған адамдар Индонезия полициясының қызметкерлері болуы мүмкін. Бұған дейін ерлі зайыптылар Ломбок аралының Сенаро ауылында тұтқындалған еді. Қазір оларды Қазақстанға экстрадициялау мәселесі қарастырылып жатыр. Арнайы операция 24 ақпанда өткен екен. Қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы Коман Квиландра күдіктінің Сенаро ауылында жүргенін біліп қойып, жедел құрықтау шарасына кіріскен. Құқық қорғаушылар қонақ үйге сау етіп кіріп келгенде Сәрсенәлиев қашуға әрекет қылыпты. Алайда алысқа бара алмаған. Желідегі жұрт өз кезегінде Ақбаянды полицейлер жетектеп жүр, есін білмейтін тәрізді, өздігінен жүріп тұра алмайтын адамға ұқсайды деген пікір білдіруде. Қадірлі көрермендер, желіде тараған суреттерді көргенде істің қаншалықты ауыр екенін тағы сезінесің. Бірақ бір фотоға қарап нақты қорытынды жасау қиын. Біреу есі жоқ сияқты дейді, біреу басқаша жорамал айтады. Шын мәнінде адамның жағдайын сырт көзбен бағалау дұрыс емес шығар. Кісен салынғаны, операция қалай өткені, бәрі тергеу процесінің бөлігі шығар деп ойлаймын. Қазір ең бастысы оларды елге жеткізіп, істі заң аясында толық қарау. Кінәлі ме, жоқ па, оны сот шешеді. Мұндай жағдайда эмоцияға беріліп, артық сөз айтудан сақ болған жөн. Марқұмдардың жақындарына онсыз да оңай емес. Ең дұрысы сабыр сақтап, әділ шешімді күту.